Ассалаумағалейкум достар. Қытай елінің кезекті тапсырыс бұл Gearbest интернет дүкенінен келген. 25 күнде жетті. 5 желтоқсан күні тапсырыс берген болатынбыз. Бұл да бір смартфон Xiaomi компаниясынан. Бұны да сол інілерім біріне тапсырыс берген болатынбыз. Мінекей достар, бұл Xiaomi'дің Mi 5S деген смартфоны, Xiaomi компаниясының соңғы шығарған смартфондарының бірі. Бұл тапсырыс Gearbest интернет дүкенінен келді. 25 күн ішінде. Мінекей осындай қара 5.2 дюймді. Мінекей сырты толықтай металдан жасалған. Комплектациясында мінекей мынандай Қытай тілінде осындай қысқаша мануал. Мінекей мына жерде жаңағыдай сим-картаны шығаруға арналған иінесі бар. Қуат қорегі, ионный зарядкасы 5 вольт 2,5 ампер, 9 вольт 2 ампер және 12 вольт 1,5 ампер ток береді екен. Яғни жылдам зарядканы қолдайды деген сөз. Екінші жағында кабелі USB Type-C. Мінекей және мына екі шетіндегі қорапшалар жай обманка. Оның ішінде еш нәрсе жоқ. Мінекей смартфонымыздың өзі сырты, мінекей корпусы толықтай металдан жасалған. Сборкасында ешқандай бір айып жоқ. Жиналғаны өте керемет. Сапалы істелінген көрініп тұр. Мінекей арнайы беті қара версиясын алдық. Бұл қара версиялары қазіргі сәтте қымбатырақ тұрады. Бізге енді 345 долларға айналды шамамен. Артқы жағы мінекей мынандай домаланған. Ұстауға, бүйтіп ұстауға ыңғайлы. Басқаруға да ыңғайлы, негізі жаман емес. Корпусының оң жағында дауыс реттегіш батырмасы және іске қосу батырмасы, үстінде наушникке арналған ұяшық бар. Оң жағында сим-карта ұяшығы, төменгі жағында динамик және микрофоны және USB Type-C. Артқы жағында логотипі, наклейкасы алып тастауға болады. Және мынандай екі түсті жарық диоды камераға арналған және камерамыздың өзі. Камерасы 16 мегапиксельді болу керек, шатаспасам. Оның камерасы өте сапалы болу керек. Өйткені бұл жерде жаңағыдай Google-дың соңғы шығарған смартфонын білетін шығарсыздар. Пиксель деген сол пиксельге орнатылған сенсор осы жерде орнатылған. Бұл камераның ең басты мақтанарлық нәрсесі. Бұл жерде жаңағы оптикалық стабилизация жоқ, цифровой стабилизация дейді. Цифровой стабилизациясының өзі өте керемет суреттеп жатыр, мақтап жатыр. Енді көреміз тексеріп алдағы уақытта. Және алдыңғы жағына келетін болсақ, мінекей 5.2 дюймді Full HD дисплей. Мінекей сапасы жаман емес, өте керемет. Бұл енді мен өзім емес, інілерім біріне алып жатқан телефон болғандықтан енді пленкасын толықтай шешкім келіп тұрған жоқ. Өзі шешіп көрсін. Бұл жерде ең басты айырмашылық Xiaomi'дің басқа телефондарынан. Бұл жерде жаңағы саусақ іздерін тексеретін сканері алдыңғы бетінде орналасқан. Мінекей OnePlus не болмаса Meizu смартфондарындағы сияқты. Батырмасы басылмайды, механический емес, сенсор ретінде және андай сканер бар, саусақ іздерін тексеретін. Екі жағында мінекей артқа және жаңағы соңғы ашылған приложениелер деген осындай батырмасы. Android 6.01, азу 3 гигабайт, өзінің жадысы 64 гигабайтты құрайды. MIUI 8.0 дейді. MIUI Global. Яғни Global версиясы болса, ресми орыс тілі болу керек деген сөз. Енді бұл телефон қазіргі сәтте осы Xiaomi компаниясының ең мықты телефондардың бірі. Ойынды да барлығын тартады. Кез келген ойынды максималды настройкасында ойнай беруге болады. Өйткені процессор өте мықты. Қазіргі сәттегі осы Snapdragon компаниясын шығарған ең мықты, былайша айтқанда, осы Android смартфондарға арналған ең мықты процессор орнатылған қазіргі сәтке. Батареясы бұл жерде 3400 мАh құрайды, шатаспасам. Жоқ, 3200 мАh екен. 12 мегапиксельді камера қойылған. Sony компаниясының соңғы шығарған өте мықты сенсорларының камераларының бірі. Және алдыңғы камерасы 4 мегапиксельді құрайды. Мегапиксель аз екен деп шошып кетпеңіздер. Бұл жерде мәселе мегапиксельде емес. Бұл жерде жаңағы камераның сенсорының көлемінде және осы
оптимизацияға байланысты болады көп нәрсе. Егер Mi 5S смартфонын ZTE мен салыстыратын болсақ, Mi 5 смартфоны жіңішке көрінеді. Биіктіктері екеуінікі бірдей, бірақ мына жалпақтықтары мінекей кәдімгідей бір 2 мм-дей айырмашылық бар. Яғни ZTE кішкене жалпақ көрінеді. Қазір екеуінің салмақтарын өлшеп көрейік. Nubia бізде мінекей 160 грамм, ал Xiaomi Mi 5S 146 грамм. Мінекей әжептәуір айырмашылық бар. Мінекей достар, әзірге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.